Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз алгебралық бөлшектерді қосу және азайту тақырыбына тоқталатын боламыз. Бұл бізде оқулықта 39-шы параграф. Сонымен алгебралық бөлшектерді біз қалай қосамыз және азайтамыз дегенге тоқталсақ, онда егерде алгебралық бөлшектердің бөлімі бірдей болған жағдайда, біз қосылғыштардың алымын алымына қосып, алымға бар жазамыз, ал бөлімі өзгеріссіз қалады. Бұл бізде алгебралық бөлшектерді қосудың ережесі. Әрине, бөліміндегі тұрған өрнек с ол 0-ге тең болмау керек. Бұл бізде мүмкін мәндер, айныманың мүмкін мәндері. Ал азайту амалына келсек, дәл солай алым азайту таңбы. Алымдардың алымын алымнан азайтамыз, алымға бар жазамыз, бөлімі өзгеріссіз қалады. Соған біз есептер қарастыратын боламыз. Мынау көріп тұрғандарыңыздай, бірінші есеп бөлімі 1/4 екеуінде қосылғыштың. Онда біз бөлімін өзгеріссіз қалдырамыз да, алымдарын қосатын боламыз. Бөлімі 4 қалады, алымдарын қосамыз А-ға, қосамыз Б-ні. Ары қарай қосылмайды, себебі әріптер бос өтіп қалады. Келесі есеп. Бөлімдер оның да бірдей, бірақ бізде екі амал қатар жүр. Азайту амалы да, қосу амалы да. Онда арға есепті шығарып көрейік. Бөлімдер өзгеріссіз қалады Б, алымдарын амалдарды орындаймыз. 2А азайту. Мына жерде жай бөлшектің алды минус таңба, соны ескереміз. Азайту Б, бұл минус, мына минуспен плюс болады 6А. Ал мына жерде жай бөлшектің алды қосу болғандықтан өзгеріссіз жазылады. 13 азайту 8А. Осылай болды. Енді алымда бірдей қосылғыштарды біз біріктіреміз. 2А, оған 6-ны қоссақ 8А. 8Адан 8Аны азайтсақ 0 болады, сонымен асы барлар жойылып кетеді. Ал 13-тен 1-ді азайтсақ 12 қалады. Сонда бұл есептің шешімі Б-дан 12 болды. Келесі есеп. Бұл жерде екі қосылғыш, бірақ бөлімдері әртүрлі болып тұр. Онда біз бөлімдерін бірдей ортақ бөлімге келтіруге дейін өрнектеп көрейік. Біріншісінде ортақ көбейткіш бар, 7, оны шығарамыз сыртына. Сонда қалады А, азайту 2 қалады. 14, 2 мен 7-дің көбейтіндісі болғандықтан. Қосу 1, келесі бөлшекті осы жерге қараймыз. Және А азайту 2 болды ғой осы жерден қалған. Амында 2 азайту А тұр. Бірден осы жерді бірдей таңбаға келтіріп кетейік. Онда екеуінің орнын ауыстырсақ, 1 минус алдыға шығады. Сонда А азайту 2. Қосылғыштардың орнын ауыстырып алдық. Минус таңба алдына шыққаннан кейін. Содан кейін енді қарасақ, бөлімдерінде тек қана біріншісінде 7 артық, соны екіншісіне береміз. Ортақ бөлім ретінде, ал біріншісі ортақ бөлімі 1 болып қалады. Содан кейін ары қарай қоса аламыз. Бөлімі сонда 7А азайту 2 болып қалады. Ал алымы 1-ге П-ны көбейсек П, азайту 1-ге 7-ні көбейсек 7. Осыдан артық ол ықшамдалмайды екен. Осы күйде қалады. Келесі 4-ші есеп және 5-ші есепті қарастырайық. 4-ші есеп екі қосылғыш бар. Біз біріншісінің бөлімінде 1 бар. Соны жазып алайық. 1 М азайту М. Екіншісін өз қалпында түсірем. М-нің квадраты М плюс М. Енді бөлімдеріне қарасақ әртүрлі. Онда бізге міндетті түрде ортақ бөлімге келтіру керек. Бөлімі бірдей болмаса, біз қоса алмаймыз. Сонымен ортақ бөлімге келтірсек, онда бұл бөлшектердің ортақ бөлімі М плюс М. Онда біз мынаған М плюс М-ді береміз. Ал екіншісіне 1-ді береміз. Содан ары қарай ортақ бөлімге келгеннен кейін қосу амалын істейтін боламыз. Сонымен бөлімі бізде М плюс Н көбейтсек екеуі. Мына жерде М плюс Н бар, мына жерде М минус Н бар. Екеуі қысқаша көбейту формуласына келіп тұр. Онда бірден X санының квадраттарының айырымына келеді. Екеуін бірден сол формуламен
келтіре аламыз. М квадрат азайту n квадратқа келіп тұр осы екеуі. Ал соңғы қосылғышта бірге n квадратты көбейтсең n квадраттың өзі деп осының алымына қарасақ n квадраттардың алымының таңбасы әртүрлі. Онда біз сол екеуін жойып жібереміз. Екеуі кетеді. Сонда осы есептің шешімі m қосу n-нен n-нің квадраты қалады екен. Бұл бізде 4-ші есептің жауабы болған. Осы жерде жаңағы мына жерде де қысқаша көбейтудің екі санның квадраттарының айырым формуласы, мына формулада да сол мына есепте де сол формула керек екен. Онда мен сол формуланы жазып қояйын. А плюс b а минус b дегеніміз ол болады бізде а квадрат минус b квадрат болады. Біз осы формуланы пайдаланатын боламыз. Жаңағы есепке де, келесі есепке де осы формула. Ал көріп тұрғанымызда міне а азайту 6 бар, а қосу 6 бар. Екеуіне келеді. Ол бізде а квадрат азайту 36-ға келгелі тұр. Дәл сол бар, бірақ орындар ауысып тұр үшіншісінде. Сондықтан мен үшіншісін біріншісімен екіншісіне ыңғайлап алайын. Сонымен мына жерден бастайық. Бірінші екіншісінің өзін жазайын. А азайту 6, а азайту 3 бөлінген а қосу 6. Осы жерде орын ауыстырсақ, минустан ба бөлшектің алдына кетеді. А квадрат азайту 36 болады. Үстінде а квадраты тұра береді. Тең. Енді ортақ бөлімге келтіріп алуыма болады. Мына екеуі осы а квадрат азайту 36-ға келеді. Себебі а квадрат азайту 36 дегеннің өзі астына жазып кетейін. Ол а азайту 6 деген сөз және а қосу 6 деген сөз. Осының бөлімі. Ондай болса біз ортақ бөлімге келсек, мына жерде жоғын береміз. А азайту 6 бар, онда осыған а қосу 6-ны береміз. Ал а плюс 6-ға а минус 6-ны апарып береміз. Соңғы үшінші қосылғыш өзі бар ортақ бөлім, сондықтан оған 1-ді береміз. Сөйтіп ортақ бөлім бар екен, енді ары қарай есеп шығара аламыз. Содан кейін осыдан жалғастыра берейін. Онда бөлімі а азайту 6 болды және а қосу 6-ның көбейтіп беретін болдық. Алымдарына қарайық. Жеке-жеке көбейтеміз. А-ны а-ға көбейтсек а квадрат болады. А-ны 6-ға көбейтсек 6а болады. Келесі азайту. Мына жерде минус таңба бар, соны ескереміз. 3-ті а-ға көбейтсек минус 3а болады. Осы жай бөлшектің алдындағы минус, осы минуспен плюс болады. Плюс 18 көбейткенде 3 алдына. Соңғы қосылғышта біреу ғана, бірге а квадрат көбейтсең а квадраттың өзі азайту а квадрат болады. Так, ары қарай. Енді алымдарында таңбалары әртүрлі бірдей сандар болса, біз жоя аламыз. Сонымен а квадраттардың таңбалары әртүрлі екен, олар жойылып кетеді. Қалғандарын біріктіріп көреміз. Сонда осы жерге дейік. Қалғаны 6-дан 3-ан азайсақ 3а қалады. Қосу 18. Алым бөлімін сол қатында жазам. Тең. Енді ары жалғастық шамдауға бола ма дегенде болады. Өйткені алымда бізде ортақ көбейткіш бар. 3 пен 18-де ортақ көбейткіш 3-ті сыртқа шығарып берсек, сонда қалады а қосу 6 қалады. Бөлімі өзгеріссіз а азайту 6, а қосу 6. Енді алымның бөлімінде бірдей жақшалар бар екен, біз оларды қысқарта аламыз. А қосу 6 алымның бөлімінен қысқарып кетеді. Сонда бұл есептің шешімі 3 бөлінген а азайту 6 қалады. Сонымен есепті толық аяқтаймыз. Яғни осы тақырыпта біз алгебралық бөлшектерде егер бөлімдері бірдей болып тұрса, онда бірден алымдарын қосып, алымға жазамыз да бөлімін өзгеріссіз қалдыратын болдық. Ал бөлімдері әртүрлі болған алгебралық бөлшектерді міндетті түрде біз ортақ бөлімге келтіреміз. Ал ортақ бөлім келтіру есеп шығару барысында бізге
осы 7 сыныпта өтілген жаңа қысқаша көбейту формулалары қажет болып жатыр. Сондықтан формулаларын да біле отыру бізге міндет болып